Мен бүгін сіздерге балабақша табалдырығын алғаш аттағай тұрған кішкентай балақайлардың үлкен әлемге қадамы туралы айтқым келіп тұр. Бұл жер жай ғана жер емес, баланы таңертең әкеліп кешке алып кететін жер емес. Бұл жерде баланың бойына тұлғалық қасиеттердің алғашқы баспалдағы қалыптасады. Кейде ата-аналар балаларының тамағы тоқ, киімі бүтін болғаны жеткілікті деп ойлайды. Баланың қолына мазамды алмасын, тыныш отырсын деп планшет, телефон, гаджет беріп қояды. Бірақ та баланың бойына физикалық күтім ғана беру ол аздық етеді. Үлкендер тарапынан балаға біз жүрек жылуы мен шынайы қарым-қатынасты беруді ұмытып кетіп жатамыз. Балабақшада бір бала болды. Ол бала апайын да тыңдамайды, басқаларды да тыңдамайды, өзінің істеткісі келетін бала болды. Зерттей келе отбасылық жағдай баланың мінез-құлқына әсер еткенін байқадық. Бір күні ол бала топтағы орындықтарды лақтырып тастаса, екінші күні балалардың суреттерін шималап тастайды. Қысқасы, ол баламен жұмыс жасау бізге кішкене қиындық туғызды. Бір күні шарасыздықтан тәрбиеші маған келді. Апай, менің күшім жетпей жатыр, қиналып кеттім. Бәлкім бұл балаға тьютор керек болар деп ұсыныс айтты. Әдіскер ретінде тәрбиешіге қолдау білдіріп, саған да балаға да уақыт керек. Сен ол баланың жүрегіне жол таба аласың, қолыңнан келеді деп сенім артып жібердім. Бірде балабақшаға 4-5 күн келмей қалады. 4-5 күн өткеннен кейін балабақшаға бала келеді. Тәрбиешісі күлімдеп, қарсы алып, баланың көзіне қарап, біз сені сағындық қой деп айтады. Бала қуанып, апай, сен мені шын сағындың ба деп, апайын құшақтап алып, мен де сені сағындым деп айтады. Ойын барысында баланың сүйікті ойыншығы динозавр екенін біліп, баламен бірге динозавр туралы кітаптарды қарадық. Динозавр туралы ертегілерді құрастырып, раскраскаларды бояп, баланың жүрегіне тәрбиеші жол таба білді. Осы күннен бастап баланың мінез-құлқы жақсы жақтарға өзгеріп, апайын жақсы көріп, бұрынғыдай қиындықтарды туғызбайтын болды. Бұл жерде тәрбиешінің өзі де осыдан кейін бұл мәселеде тьютордың қажет емес екеніне көзі жетті. Барлық проблемада баланың жүрегіне жол таба білсек, тіл табыса білсек, барлығын шешуге болады деп ойлаймын. Балабақшада өмірлік дағдылар мен құндылықтарды балалар үйреніп шығады. Балалар қол жууға, шкафтарын сүртуге, өздерінің киімдерін бүктеп шкафқа бүктеп қоюға, айналасындағы заттарын реттеп қоюға үйренеді. Бұл өзіне өзі қызмет етудің мәдениеті. Сонымен қатар балалар ас ішкеннен кейін бата жаттайды, алғыс айтуды, рахмет айтуды үйренеді. Бір күні далада балалар серуенде жүреді. Мен сырттарынан бақылап тұрдым. Балалар дене шынықтыру апайына өздіктерінен рахмет айтып жатады. Әлбетте біз балаларға бағыт-бағдар беріп отырамыз ғой. Бұл жерде балалардың өздерінің рахмет айтып жатуы үлкендерге құрмет, ізеттіліктің алғашқы қадамы. Бірде ата-ана баламен қонаққа бардым. Өзі бата беріп, бәрімізді таң қалдырды. Балапанымның осынша бата білетінін мен білмеппін деп ертегісінде қуанышпен айтып келді. Бала тәрбиесі бір күндік жұмыс емес, өмірлік миссия. Әр бала ол әр түрлі әлем. Егер әр баланы бір кітап деп елестетіп, оны біз оқи білу керекпіз. Кітаптың ішінде тұнып жатқан сыр бар. Бірақ та біз мынаны ұмытпауымыз керек. Кітапты біз оқимыз. Кітапқа біз жазбаймыз, сызбаймыз, сызат түсірмейміз дегім келеді. Рахмет.